Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Бақытгүл Алпысбайқызы мен Гүлжазира Зейнелханқызы, қош келдік. Қош көрдім. Бүгін өте тамаша ғажап күн. Бірақ біздің жиналуымызға қандай себеп? Біздің жиналуымызға 21-ші жылы менің сыныбымда оқушылардың білім сапасының төмендеуімен және оқушылардың арасындағы қақтығыстың болуы деп ойлаймын. Сол себептен де физика пәнінің мұғалімі Гүлжазира Зейнелханқызымен және өзіңізбен бір ой бөліскен болатынмын. Зерттеу жұмыстарын жүргізгенбіз. Неден бастап едік зерттеу жұмыстарын? Бұл енді зерттеу жұмысын бастағанда білім сапасы неге төмен деген сұрақ болды ғой бізде. Оны анықтау үшін әрине біз сыныпты бақыладық. Бақыладық. Қай жерде бақыладық? Сабақта және сыныптан тыс шараларда бақыладық. Дәлізде бақыладық. Асханада, Асханада. Жан жақта бақылаппыз ғой. Одан кейін не істедік біз? Ғылыми зерттеу бойынша біз сабақтар жүргіздік. Ашық сабақтар облыс және республикалық деңгейде. Оның дәлел ретінде сіздің ағылшын тілінен берген сабағыңызды айтып кетуге болады. Мен бергенмен біз бірге қымыжын құрастырған болатынбыз, әрине бірге зерттеу сабағын құрастырдық. Оны бөлдік, сіздер білесіздер, біз негізі біздің топ мектеп командасымен толыққанмен ең басында біз lesson studyмен де жұмыс жасадық, оның үлкен септігі тиді, әріптестер тамаша жұмыс болды. Ал біз теориялық білімізді қайдан толықтырдық? Бұл жерде зерттеу сабағын жүргізе бастағанда ең жақсы қозғаушы күш болған бізге мектеп әкімшілігі тарапынан ұйымдастырған командалық жұмыс болды. Мектеп командасы, мектеп командасы курсын оқып, одан ары біз шыңдала түстік, сол курстың нәтижесінде. Білімімізді толықтырдық, тәжірибе алмастық деген сияқты, Әрине өзіміз оқымай тұрып, балаларға ештеңке бере алмаймыз, біз үнемі даму үстіндеміз, толықтырып отырамыз. Жақсы әріптестер, ал конференцияны айттық, жаңағы ашық сабақ туралы айтып отырсыз, облысқа берген өрлеу тікелей қолдап, халықаралық деңгейдегі 5 тренері келіп, 3 сабағымызға қатысып, тамаша кері байланыс берген болатын. Аквариумдағы балықтар әдісімен талданды, сабақ тамаша болған болатын. Кері байланысты сіздермен бөлісетін боламыз, сол жерде сіздер көретін боласыздар. Жақсы, Бақытгүл Алпысбайқызы, сізде сыныбыңызда әлеуметтік ахуалы өзгерді ма? Өзгерді деп айта аламын, себебі біз осы біраз осы зерттеу сабағының нәтижесінде біраз жұмыстар жасадық. Сол себептен де қазір сыныбымның білім сапасы да, оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынасы да бұрынғыға қарағанда әжептәуір жақсарды деп айта аламын. Дәл сол кезде 21-ші жылы өзгерістер, оң өзгерістер де болды, қазір енді ол қазір 21-ші жылы оң әсерін тигізді, содан басталды. Жақсы, сіздің сабағыңызда қандай болды? Менің сабағымда енді балалар әсіресе бұл бізде процесс топтық жұмыста байқалады. Топтық жұмыс жасалған кезде бізде көбінде физикадан зертханалық жұмыс жасаймыз. Онда балалар әр бала жеке-жеке өзі істеп отыр. Ал бұл жерде жағымды психологиялық ахуал тудырғаннан кейін 2 минуттық біз үнемі жасап отырдық. Бір-біріне түсінікті түрде бір-біріне көмектесіп, бір-біріне түсіндіріп, яғни топпен де жұппен жұмыс жасауда балалардың арасында өзара үндестік байқалды. Ынтымақтастық. Жалпы біздің сол мектеп командасына алған тақырыбымызда қауіпсіз орта болатын, эмоционал трендін алып, эмоционалды интеллекті жоғарылату арқылы әлемде әуелі сынып ішінен бастап әлемге дейін жеткізіп, қауіпсіз орта қозғау. Гүлфарида Бабакомарова бізге айтқан болатын, оғында қорғайтын тақырып екен нақты деп. Әлі есінде сол өте адамды алға жетелейтін сондай бір тамаша кері байланыс болған болатын. Сонда бір әр оқушының баға жағынан, контент жағынан бағаламау керек екен. Ол бала мүмкін мықты физик, мықты математик болмауы мүмкін, бірақ ол мықты актер болуы мүмкін, немесе гуманитарлық бағытта өзін биік шыңнан көрсетуі мүмкін. Әрбір баламыз жарық жұлдыз, сол жұлдызды біз жаға білуіміз керек. Оны жаңағы сіздің сабағыңызда егер қазақ тілінен әдебиет бөлмесе, сіз оны нетіп тастамайсыз ғой, бағасын төмендетіп, оны итермелейсіз, оның деңгейлері бар, АБЦ деңгеймен жұмыс істедік, біз естеріңізде болса. Мәселе деңгейде емес, мәселе әуелі ішкі ахуалды
жақсартып алу, иә, сыныптың арасындағы атмосфераны жақсарттық па? Жақсарттық. Қазіргі деңгейде тәуба жақсарып жатыр. Әлде бірақ балаларда юношеский максимализм бар ғой, бар. Енді ол жастарына сәйкестік, иә. Ол нәрсе қалай береді. Бірақ онымен де жұмыс істейміз. Аха. Жалпы енді осы зерттеу бойынша біздің әкімшілік тарапынан қандай қолдау көрдік тағы да? Курстарға оқытты, практикалық жұмыстарға оң әсері тигізді. Майра Дәукеновна тікелей қолдау білдіріп, біз тренингтері жасаған кезде естеріңізде ме? Үлкен аудиториялардың жағы мүмкіншілігін беріп, бастауына үнемі қолдап, мотивация беріп дегенде, алға жетеді. Шеберлік сыныптар, ашық сабақтар облыс көлемінде, иә. Дұрыс сыни кері байланыстың арқасында біз оны жақсартып отырдық, иә. Сонымен әріптестер арасында қарым-қатынасымызда жақсарды командалық жұмыстар арқылы. Ата-анамен қандай жұмыс болды? Әрине ата-анамен жұмыс жүргізілді ғой. Әрбір ата-аналар жиналысында тренингтер жүргізіп отырдық, және ата-ананы біз сабаққа қатысуға шақырдық. Иә, қатысты. және ата-аналар оқуы да өте үлкен әсер етті деп ойлаймын. Тиімді болды, иә, қолданған тренингтеріміз. Ай сайын өткізіп жатамыз ғой. Жақсы. Ал әріптестер арасында қарым-қатынасымыз ішінара жақсы болды, оқушылармен қарым-қатынасымыз жақсы болды, олардың ішкі қарым-қатынасына оң әсер тигіздік, иә. Және бізде сонымен қауіпсіз ортамыз қалыптасып, эмоционалдық сауаттылықтар артты ма? Әрине. Иә, деп айта аламыз, иә. Біздің бүгінгі таңдау зерттеу жұмысымыз таңдаудың ең бірінші оң әсері осы подкастты таңдап сіздерге тиімді пайдалы болды деп ойлаймыз. Өйткені қазіргі заман талабына сай эмоционалды ахуал жақсару керек, иә, үнемі. Яғни жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін әрбір адамның EQ-ден IQ-ға қарағанда EQ жоғарырақ болу керек екен. Екеуін теңдей алып жүрсе тамаша болады, иә. Келісесіз бе? Иә, келісемін. Бүгінгі подкастымыз тиімді болды деп ойлаймыз. Сіздермен қош сол айтыспаймыз. Екінші сериясын күтіңіздер. Осымен сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз.